В общем, Toyota Alphard 2001 жылғы 3 объем. Бізде парковкадан шықпай қалды. Тормоз басамыз, сцеплениен. Шықпай қалады бұлай, блокировкамен. Тексердік, тормозды тексердік, реле барлығы істеп тұр. Және сканермен қосылып көрдік, компьютерге келіп жатыр. Управление мына жаққа да келіп жатыр. Мына жерден тексеріп көрдік. Мына жерде плюс-минус питание болса, екеуі қызылмен. Мына жерде күлгін түсті. Екіншісі, осы жерден тауып алуға болады, тормоз басқан кезде келеді. Олай болмай тұрса, мына жерде қазір көрсетем. Мына жерде өзінің защелкасы бар. Мына защелка ғой. Мына ручной басасын, сол кезде блокиратор ашады. Бұлай қарай. Міне. Мына ручной. Получается, біз мына жерде 4 болтты шешеміз. Мынаның бәрін ағытып аламыз, бұлай. Бұлай ағытып аламыз. Төменге түсіреміз. Төменге түсіріп аламыз, бұлай. Төменге түсіріп аламыз да. Бұлай тексереміз қазір. Бізде жақта екінші селектор бар ана. Бізде получается мына концевик соленоид деген ғой. Мына соленоидты көріп тұрсыздар ма? Мына блокиратордың соленоиды. Осы шығу керек. Бізде осы шықпай қалып жатыр. Өйткені ішіндегі ажырап кеткен. Біз қолмен восстановить етуге көрдік, барынша орындық. Мен видеода салып қоятын болам. Мынау екінші язычок шығып тұр, сол мынаны қосып бірге алып кету керек. Мынаны қосып бірге алып кету керек. Мына жерде язычок тұр. Мына язычок қой. Мына язычок қой. Мынаны қосып бірге алып кету керек. Питание бөлген кезде мынаны чық кеткізіп тартып алу керек тормоз басқан кезде. И сосын селектор жылжи береді. Бізде олай істемей тұрды. Мынау істемей тұрды. Мына жерде мына екі ақ провод. Получается, осы соленоидтың управлениесі плюс-минус келеді, 12 вольт. Сол кезде анау қосылып магнитчигі не болып, мынаны тартып қалу керек. Бізде мынау істемей қалған. Восстановить етуге көрдік, барынша темір түсіп қалған. Клейлеп көрдік, бұлай жұлынып кете берді. Сол үшін басқа селектор алдық мына жерде. Сборы алдық. Мынанікі рабочий. Мынаны бұлай көрсетуге де болады қазір. Тормоз басып. Тормоз басасын. Жылжып жүр. Егер менде бұлай болып қалды, менде тормоз басқан кезде бұлай бермейді. Көрдіңіз бе? Жүрмейді. Тормоз басқан кезде бұлай қылсаң. Тормоз басқан кезде міне. Тормоз басып тұрмын қазір. Ыңғайсыз болып тұр просто. Берді тормоз баспасам бұлай бермейді. Анау соленоидтік анау қазір қозғалып жатқан. Питание берген кезде, тормоз басқан кезде бұлай қарай кетеді. Тормоз баспасам бермейді. Осы проблема. Мынаған питание келеді 12 вольт. Сол кезде чық кеткізіп мынау қосылып қалады анаумен бірге. Сол кезде мынаны басқан кезде кетеді. Проблемасы мынау болды.